Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Сіздермен Жансая бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі биік болып шығатын бисквиттің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмыртқаның ағын кішкене шым-шым тұз салып алып, осылай жақсылап миксердің жай жылдамдығынан бастап орташа жылдамдығына қосып, қантымызды біртіндеп сала отырып миксерлейтін боламыз. Миксердің жылдамдығын біртіндеп қоса отырып миксерлейміз. Қантымызды 2 немесе 3 бөлікке бөле отырып, жақсылап миксерлейміз. Әбден осылай жақсылап араластырғаннан кейін ыдысымызды осылай төңкергенде біздің ақуызымыз ақпайтындай болуы керек. Енді жұмыртқамыздың сарысына қантымыздың жартысын салып, осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап әппақ болып көпіргенге дейін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Барлығын осылай миксерлеп болғаннан кейін ақуызымызды бір қасықтан сала отырып, төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластырып шығатын боламыз. Миксерді қолданбаймыз, себебі миксермен араластыратын болсақ, біздің бисквитіміз басылып көтерілмей қалады. Қыздар, менің каналымда шығып отыратын жаңа рецепттерді жоғалтып алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Енді ұнымызды осылай 2-3 бөлікке бөле отырып, төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластыратын боламыз. Осылай ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жақсылап араластырып шығамыз. Бисквитіміз басылып қалмайтындай, осылай тура видеода көрсетілгендей төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластырып шығамыз. Енді алдын ала қызған пеште 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып алатын боламыз. Менде форма 24 диаметр, 22 диаметрге де жасасаңыздар болады. Біздің бисквитіміз дайын, осындай болып шығады, өте биік әрі дәмді. Бұл бисквитпен кез келген тортты дайындасаңыздар болады. Сіздермен болған Жансая. Егер сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.